Қайырлы күн оқырман, бүгін біз сіздермен күз кезінде таптырмайтын жеңіл дәруменге бай, витаминге бай салаттың бірі қызылша салатын дайындаймыз. Дайындалу жолы өте оңай және қарапайым түрде жасалады. Жасалу жолын көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін қарап, қазақша контенттің дамуына үлес қосып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеода көрсетілген толық құрамды, яғни видеодағы құрамды төмендегі описание бөлімге толыққанды жазып кетемін, сол жерден қарасаңыздар болады. Енді алдымен салатымызды бастасақ, алдымен дәл осылай суға қайнатып піскен қызылшамызды көбіктеп, яғни тікелеп турап отырып, дәл осы видеодағыдай турап аламыз. Туралған қызылшамызды табақшамызға салып аламыз. Содан соң алмамызды турай бастаймыз. Видеода көрсетілгендей қалауыңызға қарай жасыл алма пайдалансаңыз болады. Дәл осылай алманы көбектеп, яғни тікелеп турап, оны да табамызға дайындап салып аламыз. Толыққанды алмамызды салып болғаннан соң жүгерімізді салып аламыз. Бұл жерде жүгері менде 3 рет суға тазартылып жуылды. Сізде суыңыз аппақ мөлдір болғанша жүгеріні тазартып жуып алып, содан соң салатыңызға қоссаңыз болады. Содан соң анарды қосамыз. Бұл жерде менде анар 50 граммдай, яғни толық құрамы төмендегі описание бөлімге жазып кетеміз. Содан соң грек жаңғағы жеуге ыңғайлы болсын деп блендерден өткізіп алдым. Ал егер сіздерде блендер болмаса, оқтаудың көмегімен отып алсаңыздар болады. Толыққанды блендердің көмегімен ұнтақтап алғаннан соң, оны салатымызға қосып бастадым. Толыққанды барлығын салатқа қосқаннан соң, майонез, яғни бұл жерде майонезді қосып араластырып бастадым. Ал егер сізге майонез ұнамаса, қалауыңызға қарай қаймақты қоссаңыз болады. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Айгерім. Салат дәмді ас болсын.